Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен Қоңыр Қошақан каналы. Бүгін біз міне инкубаторға келдік. 19 күн қазір. Міне градусы несі пока аз. Қазір жылы су құйып, астындағы суы да біткен шығар. Несін влажнысын көтеріп, градусын төмендетеміз 19 күн. Уже жаңа балапандардың бір-екі шиқылын естідім. Енді соған байланысты анда сеткаларға салып қойын деп отырмын. Уже поворотты өшіріп тастадым. Ал енді ағайын, міне бірінші немізді салып отырмыз, лотогымызды. Басқа шаруашылықтан келген жұмыртқалар сеткаға салып қойдық. Оны тиісіп отқан балапандар бар. Бүгін 19 күннің таңы түсі деп айтсақ та болады. Аллаға шүкір, уже балапандар уже жарып жатыр міне әртүрлі жерлерінен. Енді мен градусын қатты түсірмедім. Алдында 37-7-де тұрды. Енді бүгін 37-5-ке түсіру керек. Мені влажності 75%-ге дейін көтеру керек. Мен түсірмеген себебім, астында басқа датчик мынау 37-7-де тұрса да 37 градус көрсетіп тұрды. Сол астыңғы балапандар жетілмей қалмасын деп 37-7-ні ұстадым. Негізі ішін бір дұрыстап тексеру керек. Басқа немен датчиктар көбінесе әрқайсысы әртүрлі көрсетеді. Енді Құдай қаласа бүгін датчикті алып тастап 37-5-ке түсіріп тастайын деп тұрмын. 3 күн подряд. Сол 19-ы, 20-сы, 21-і күтеміз до конца. Енді бізде бұл жақта балапандарды ертерек шығару емес, біздің мақсат балапандардың барлығын толықтай шығарып, барлығының денсаулығы, барлық балапандар жақсы даму керек та. Көбінесе адамдар градусын көпке қойып қояды, ол жақсы деп, бірақ наоборот балапандардың кейбіреулері дамымай қалады, градусы жоғары болғаннан кейін көбісі тез шығып кетуге тырысады, кейбіреулері дамып үлгермей қалады. Ол 1 градуста тұру керек та, өзінің берілетін градустар болады, әр күнге байланысты. Сол негізі ең соңғы күндері сол 37-5 болу керек. Ал енді ағайын, міне жұмыртқалардың бәрін сеткаға салып біттім. Аллаға шүкір, байқағаным астыңғы линиялар уже тесіп шығып жатыр. Үстіңгілерінде тескендер аз, бір-екеу ғана, шамалы мына екеуі ең жоғарыда тұрған. Енді астыңғы нелерді тығыз салдым. Өйткені әр линия әртүрлі, қандарын бөліп шығару керек бізге. Себебі жоғарғылар аз туған, соның арқасында мінім кеңінен тұр бұлар. Астыңғылар кішкене тығыз тұр. Негізі кеңінен тұрған дұрыс, бірақ енді амалдың жоқтығынан солай қойдық. Енді алдыңғы выводтарға келетін болсақ, балапандар енді жақсы дегенде кішкене нашарлау шықты. Мен оның себебі влажность ұстамағаннан, инкубатор влажность қатты ұстамайды. Соны білгеннен кейін мен сулы трәпкалар салып қойдым. Губкалармен сулап кішкене влажность ұзағырақ тұру үшін ішінде. Енді настройкасына келетін болсақ, мынаяқта қазір градус түсіп кетті, влажность көтеріліп жатыр. Мынау берілген, осы параметр берілген бізде. Енді осыны өзгерту керек. Міне сет деген басып тұрдық. Градусты түсіреміз. Сосын Enter. Мына влажность, аш деген. Оны көтереміз. Бізде ең соңғы күндері 75-80 процент болды влажность. Міне Enterді басып тұрдық, өзгерді. Енді 37-5 болған кезде градус нагреватель тоқтайды. Влажность 75 болған кезде тоже тоқтайды. Енді Алла қаласа балапандар жақсы шығады деген ойдамын. Сосын айта кететін жайт, мына жерде бізде F4 деген, ол бізде қанша уақытта ішіне ауа кіреді, ауа кіретін вытяжка жұмыс істейді. Сол әр 80 минут сайын жұмыс істейді бізде. Ауа ішіне кіргізетін вытяжка 35 секунд бойы ашық тұрады. 35 секунд бойы ауа сорады.
Бұл да балапандардың шығуына әсер ететін бір жайт. Кейбіреулер бұндай нелерді есептемейді ішіне. Ал енді ағайын, бізде кеш болды. Срочный видео түсіру керек болды. Бізде свет өшіп қалды. Біздің районда светтің өшкеніне 1 сағат болыпты. Үйлегілерден сұрасам, сабақтан келсем свет өшіп тұр. Енді 1-2 сағатта қосылады дейді. Енді балапандар, шыққан балапандар бар, қарасам арасында. Бірақ шиқылдап тоңып атқан сияқты уже. Бірақ әлі нені ашпадым, инкубаторды әдейі ашпай тұрмын. Кішкене жылулық ішіне тұрсын деп. Енді қазір көреміз, 1-2 сағатта свет келмесе уже. Ал енді ағайын, кешкі жұмыртқалар жинап біттік. Міне жарты сағаттан кейін свет қосылды, Аллаға шүкір. Міне балапандар шығып жатыр ақырындап. Вообще 1,5-2 сағаттай жылусыз тұрған инкубатор өшіп. Ал енді ағайын, бүгін бізде 20 күннің таңы. Міне балапандар, Аллаға шүкір, көп шығып алған сияқты. Бродерларды кеше түнгісін қосып дайындап кеткем. Ішіндегі астан алма жақсы. Жаңа пилюлкаларды төсеп дайындап қойдым әр бродердің. Енді қазір балапандарымызды санап саламыз. Кепкен балапандардың барлығын жоғары жағында бүкіл жерлерде балапандар бар. Вообще 90 балапан мына жерде тұрған. Негізі 93 болған екен. Үшеуі өкінішке орай өліп қапты. Енді ішінде кейбір лотоктар тығыз тұрғаннан кейін бір-бірлерін езу болады по-любому. Енді бұл балапандарға қазір бал суларын құйып дәрілерін беру керек. Ал енді ағайын, бізде бүгін қазір 20 күннің кеші. Балапандар тыпырлап жүр, Аллаға шүкір. Балапандардың жағдайы жақсы. Суларын құйып қойдық, дәрі. Мына жақта балапандар ұстап жатқан шығар. Балапандардың жағдайы жақсы. Бродерлар 30 градустан әрқайсысынан 32-ге дейін ысып кетті. Бірінші күндері осыны 30 градус болған дұрыс. Мына жаққа келетін болсақ, мына жақта көп балапандар шықты. Мыналар өліп жатыр ма? Түсініксіз. Ал енді ағайын, мен есептеп болдым. Мына жерде бізде общий 191 балапан болды. Таңертеңгісін 90 балапан. Қазір 101 балапан алдым. Сонымен 191 балапан шықты общий. Енді пока аяқта әлі шығып атқандар да бар. Әлі инкубатор өшірмеді. 21 күннің кешіне дейін тұру керек бұл инкубатор. Влажность жаңа түсіп кетті. Ашқаннан кейін енді түзеліп жатыр. Ал енді ағайын, бүгін бізде 21 күннің кеші инкубаторды өшірдік. Міне инкубаторда мынандай жұмыртқалар қалды. Міне балапандардың көбісі шықты. Балапандар шустрый, жақсы, көрін жеп тұр. Жағдайлары суларын ішіп, тамақтарын жеп. Аяқтана балапанда кішкене әлсіреп тұр. 37-ге дейін көтеріліп кетті. Кесем 34-ге дейін қазір түсіру керек. Настройкасын. Балапандар ысып жатыр аяқта. Ал енді ағайын, бүгін бізде 22 күннің түсі. Инкубаторды өшіріп, әбден жудым, тазалап. Енді бұл шара өте маңызды. Әр балапан шыққан сайын инкубатордың ішін дұрыстап жуу керек. Мына жерлер бізде шіріп кеткен. Ішінің барлығын хлор сумен жуып шықтым. Балапандардың жағдайы жақсы. Түнгісін 1-2 өліпті. Кешке шыққан. 21 күннің кешінде шыққан балапандар.
әлсіз болған. Олардың барлығы өліп қалыпты. Енді общий мен есептеуімше мына жерде 198 балапан бар. Енді қазір біз бұлардың пеленкаларын алып тұрамыз. Өз пеленка керек емес, аяқтары қатайды. Өз сетканың үстіне жүре алады. Пеленкаларын алып, қанша тауып, қанша әтеш екенін санаймын. Ал енді ағайын, міне пеленкаларын алып тастадым, екі брудердің. Мына жерде бізде общий 127 балапан. Аяқтағыларды санаған жоқпын. Бірінші осыларды есептеп алайын дедім. Бізде общий 127 балапанның 59 әтеш. Мына тауықтары 68 болды. Енді мына әтештердің арасында қаралар бар. Кейбіреулер тауыққа ұқсас, бірақ бұларды көздеріне қарап әтештен есептедім. Негізі арасынан тауықтар шыққалы мүмкін мынау әтештердің арасынша. Ал енді ағайын, общий топқа керек. Общий барлығын санап шықтым. Бізде общий 204 балапан шықты. Енді общий есептегенде 204 балапанның 101 әтеш, 103 тауық. Әдемі ұйықтап жатыр міне балапандар. Жақсы тұр. Енді Құдай қаласа ертең клиентіміз келіп алып кетеді. Міне результатпен өзім довольнымын. Енді ағайын, бүгінгі итогымыз осы. Осымен видеомыз аяқталды. Сау саламатта келсек ағайын.